Боец из Кыргызстана. Возраст бойца 21 год. Рост его 170 сантиметров, а вес 57,2. Стиль ведения боя в клетке ММА. Его профессиональном рекорде записано 2 победы без единого поражения. Поприветствуйте Урмат Кенжебекулов! Спортсмен из Казахстана. Возраст бойца 20 лет. Рост его 173 сантиметра. А вес зафиксирован на отметке 57,2 килограмма. Его стиль панкратион. В его профессиональном рекорде записано 2 боя, 2 победы. Потан Атабек Шакира. Ваш рефери со звуком сирены Халил Мамиев. Саймадан үй интернети менен телевидение. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Бойцы на середину. Бойцы правила знаем. Внимательно слушаем команду. Пусть команда стоп, не работаем. 2-0 деген бірдей көрсеткіші бар. 2 спортшының өнерін тамашалаймыз. Урмат Кенжебекулов, Атабек Шакиров. Бұл ең жеңіл салмақ. Внимание, первый раунд. Алғашқы раунд. Бірден басталды, қараңыздар. Оңқай. Шакиров. Мидл кикпен бір көзге түсіп үлгерді. Аяқты жиі қолданайын деген екен. Шыны керек, Шакиров алғашқы шабуылдардан бастап нақты бір жоспармен шыққан сыңай танытып отыр. Кенжебекулов, Урматбек. Не жауап қайтарады. Қателесті қараңыздар. Да, здесь слишком уж много выбрасывал удары ногами. Ну и как итог, Кенжебекулов смог перевести своего оппонента в партер. Видим, что же будет дальше. Әзірше басып қалды. Қазір енді сәл қашыласының тегеуіріне тосқал болып. Неплохо, отличный. Оказывается, сразу же в маунте. Набирает спину. Главное, не торопиться в этой позиции. Слишком высоко сидит здесь Шакиров. Татпады. Мойынды алмақшы соның өзінде де, қараңыздар. Шакиров. Неудобно, конечно же, в этой позиции ходить на удушающий прием. Бірақ енді партады кеңістік бермейді екен. Жауапсып алып кәдімгі Шакиров, қараңыздар. Ал. Кенжебекулов әрине. Дәл сәттісін көрсету жолын таңдайды. Ол салып көрмекші болды Шакиров. Енді сақ қимылдай бастайды. Кенжебекулов және партада әрине. Тек қана қысым көрсету, басып отыру, қараңыздар. Тағы да кем ұрады. Бұл жерде әдіс жасай алмайды, бірақ қарсыласты бір аудар olsa болады. Қорғаныс тәсілі ретінде қолдануға болады. Қазір жоқ, болмады. Да, и забирает спину здесь Урмат. Кенжебекулов растягивает ногами. Кстати, 2 победы подряд досрочно благодаря навыкам партера у файтера из Кыргызстана. Тамаша, міне қараңыздар, қаншама соққы дөп жатқан, бірақ әлде позицияны нығайта алмай жатыр. Вот теперь начинаются проблемы у Атабека Шакирова. Соққы керек қазір тез шара қолданбаса болмайды. Оказывается, других выходов нет у Атабека, только лишь развернуться лицом к своему оппоненту. Тек қана уақыт ұтыл қазір біртіндеп енді мына қиын жағдайын шығудың амалын іздеу керек. Смог развернуться. Позиция алмасты. Көрейік. Шакиров енді қашыласы.
Теперь уже сам забирает спину. Кенжебекұлы Шакиров, извиняюсь. Кенжебекұлы теряет позицию. Бірақ байқасаң партада болған кезде Кенжебекұлы көбінесе соққыға ден қойса, Шакиров қылқындыру ауырту әдісін жасауға бейім келетін сияқты. Кішкене философиясы бұл жерде қарама-қайшы бір-біріне. Міне тағы да Теперь вышел на РНС. желкеге тіреген жоқ екен. Міне мына тұстан жақсы көріп тұр. Міне мойынға жақсы. Сам, кажется, Урмат тут помог немного өзі своему оппоненту. егін жоғары көтеріп жүр. Одну руку контролирует. Екі Урмат. қолдың күшін толықтай қолдана алмай жатыр. Шакиров Атабек. Бұдан түк шықпайтын сенгеннен кейін қарғаңыздар қазір. Минута остается до окончания первого раунда. Подключил локти. Удастся ли? Бұрыш дайындап жатыр қараңыздар. Үш бұрыш болмады. Кенжебек біліп қалды. Атабектің не ойлаған. Таза бір гриплингке жатып алған сияқты, Атабек. Все еще пытается Шакиров оформить треугольник, но времени мало. Паркерлерді айтып отыр қазір. Қатты бір күш көтеріп әдіс жасамайды. Раунд соңында басымдылыққа ие болса болды. Кенжебекұлы Урматтың көздегені осы. Концовку, кажется, забирает Урмат Кенжебекұлы за счет этого эпизода. Раундтың соңы өте маңызды рөл ойнайды. Екінші раунд. Бірінші раундтың соңында сәл басымдылық Урмат Кенжебекұлында болғандай көрейік. Бұл раунд қалай өрілейді? Әзірше күресуге ешкімде асығып жатқан жоқ. Бірінші раундтың 100% уақытын күреске арнадық қойынды, аяққа өтті. Көрген жоқ, бірақ ұтымды позиция бар. Пытается контролировать спину своего оппонента. Атабек Шакиров заправляет одну из ног. Тамаша, тағы да бар Бекман. Міне, Бекманға алған кезде бірден күреске басталады. Соққы жасауға тіпті негіз жоқ. Шакировтың көбінесе міне тағы да мойын, екі қолды қосу және сол қолды желкеге тіреу көздегені. Здесь удушающего нет пока что. Ектен алғаны көрініп тұр, мына ракурстан жақсы. Осы да дұрыс шығар енді. Ең алдымен позиция бұл бізге керек. Әдіс жасайым десең, ең алдымен позиция жақсылап қадағалау керек. Одан кейін жалғастырамыз. Фул маунт қазір. Продолжает удерживать позицию полного маунта, но удар не подключает. И теряет ее, как итог. Уже очередь Кенжебекұлы Урмата. Урмат аудара салды. Бір ғана қимылмен ыңғайлы сәтті күтіп, бар күшін салып келіп жіберді. Ал енді асықпай осы жерден қысым көрсететін болады. Проверил тут корпус своего оппонента. Еще один удар от Кенжебекұлы. Мойынды өзі беріп қою мүмкін. Дарс қараңыздар. Опасный захват был. Жақсы алды мойынды қараңыздар. Жақсы алды. Аяқты да орап алған шыға алмайды. Өте қауіпті. Не сдается. Атабек Шакиров, Урмат Кенжебекұлы. Вторая победа к ряду удушающим приемом и третья досрочная победа. Поединка 2:11 второго раунда. Удушающим приемом победу одержал Урмат Кенжебекұлы. Аплодисменты его сопернику Атабек Шакиров.